баласының алдындағы бірінші міндеті дұрыс жар таңдай білу. Екінші міндеті бар. Бұл не? Балаға азан шақырып дұрыс ат қоя білу керек. Құлағына азан шақырып дұрыс ат. Дұрыс ат баланың тағдырына әсер етеді. Үшінші міндеті, негізгілерін айтып жатырмын, үшінші міндеті балаға білім мен тәрбие беру керек. Көрдіңіз ба? Бағанағы бала сияқты әкем клиенттермен жақсы болғандай менімен жақсы болса екен деген нәрсеге апармау керек баланы. Балаңмен отырып сөйлесуің керек. Ол да құлшылық болып есептеледі. Балаңа бөлген азғантай уақытың дейді, оған жететін еш нәрсе жоқ дейді, хадистерде келеді. Әкенің баласына беретін ең абзал нәрсесі бұл уақытын бөліп тәрбие беру дейді. Әке бір жақта соткымен, шеше бір жақта соткымен, бала бір жақта соткымен сондайға кетіп бара жатырмыз. Анау телефоннан тәрбие алып жатыр, мынау ананың өмірбаянының сторисін көріп әлек болып жатыр, мынау басқа біреудің бірдеңесін көріп жатыр, әйтеуір үшеуі үш әлемде өмір сүріп жатыр. Бір-бірімен байланыс жоқ. Тамаққа шақырса, ар жақта залда жатқан адамға тамақ дайын болды деп WhatsApp-тан жазып жібереді. Сосын кухняға барасың. Сондайға апарды өзі. Үшінші міндеті мінекей балаға ерінбей, балаға білім беру керек. Білімнің тәрбиенің ең негізі бұл Құдайды таныту дейді, ғалымдар айтады. Құдайды таныған бала ешқашан сені не істемейді, опық жегізбейді дейді бала.